Президент Ақордада сондай қоршаған ортаны қорғау министрі Нұрлан Қаппаровты қабылдады. Ведомство басшысы Нұрсұлтан Назарбаевқа министрліктің жұмыс бағыттары, елімізде жасыл экономиканы қалыптастыру жайы, жасыл көпір әріптестік бағдарламасы және Астанада Экспо 2017 халықаралық көрмесін өткізудің тұжырымдамасы туралы есеп берді. Мемлекет басшысы министрлік қызметінің маңызды тұстарын атап, елдегі су ресурстарын тиімді пайдалану жөнінде нақты тапсырмалар берді. Қазақстан үшін су мәселесі өте күрделі, барлық жағынан. Болашақта одан да күрделі болады. Су жетпейді. Жер суаруға жетпейді, малға жетпейді, ішетін судың мәселесі бар. Үнемдеудің өзі бір жағынан, екінші жағынан қандай шешімін табамыз, сондықтан мұны көршілермен су мәселесі жөнінде өте күрделі келіссөздер өткізесін. Біріншіден, осы жасыл экономика стратегиясы жайында жасалып жатқан жұмыстар туралы баяндадым. Екіншіден, жасыл көпір программасы туралы сонда мен баяндап бердім. Үшіншіден, осы біздің министрлікпен 2012 жылы жасаған жұмыстардың бәрін соларды да талқыландық.